Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы 1 қыркүйектегі жолдауында айтылған. Балаларды шығармашылық пен бұқаралық спортпен айналысуға белсенді тарту туралы тапсырмасы оң шешімін тапты. Соның айқын дәлелі күннен күнге саны артып жатқан балаларға арналған тегін үйірмелер. 29 мамыр күні оқушылар игілігіне тегін қызмет ететін өнер орталықтар арасында біз бақытты баламыз атты байқау өтті. Жарысқа 78 өнер мектебінің оқушылары қатысты. Балалар жылына орай, мынау 1 июнь балалар күніне республикалық жастардың орталығының ұйымдастыруменен арт-спорт программасы бойынша осы өнер орталықтары ашылды. Сол өнер орталықтар арасында өтіп атқан үлкен байқау өтіп атыр. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 1200 оқушы қатысты. Қатысушылар эстрадалық ән, дәстүрлі ән, көркем сөз, қолөнер, хореографиялық өнер сынды 5 номинация бойынша бақ сынады. Арт-спорт бағдарламасы аясында ашылған тегін үйірмелердің жұмысы жалғасса, келер жылы да байқау өтеді дейді ұйымдастырушылар. Балаларды қорғау күнімен құттықтаймыз! 5 жастан 17 жасқа дейінгі қатысушыларды көркем гимнастика бойынша спорт шебері Гүлден Исаева, өнертану саласының магистрі Айгүл Адиханова, көркем сөз оқу шебері Бейбіт Қарабалаева бағалады. Нәтижесінде Нұршат Кербез би тобының бишілері хореография өнері бойынша үздік деп танылса, Талдықорған қаласынан келген Алау ансамблі вокал жанрында топ жарды. Ал аспапта орындаушылық өнері номинациясының бас жүлдесін Іле ауданының фортепианошылары иеленді. Бүгінгі байқауда хореография өнері номинациясы бойынша 70 би тобы өнер көрсетеді екен. Қазір Асылым би тобының қыздармен сұхбаттаспақшымыз. Қыздар қазір 1 минуттан кейін сахнаға шығады. Қандай би дайындадыңыздар? Асылым би, домбыра биін дайындадық. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Біз оған өте ұзақ уақыт дайындалдық. Қыздар, ендеше сәттілік. Ұрпақ ұлттың жалғасы. Сондықтан балалардың бойына мейірім мен даналықты, тәрбие мен шығармашылықты сіңіретін осындай шараларды ұйымдастырудың маңызы зор. Адамзаттың алдында тұрған басты міндет болашақ ұрпақтың бақытты өмір сүруін қалыптастыру екенін ұмытпайық.